Көрермендерім, мен енді өткендегі төсек жапқыштың екі жастығын тікпекшімін. Мынау өткенде қырқып алғанымыз бар еді ғой, 72-де 52 екі жастықтың беті. Сол мына біреуі. Енді осыған әр 20 сантиметрден белгі қойдым мінекей. Осы бұрышынан, оң бұрышынан бастадым. 20 сантиметрден белгі қойып шықтым. Міне қараңыздар. Міне былай қарай 20, былай қарай 20 қойып шықтым. Ары қарай жетпесе, оны солай қалдыра саламыз. Енді мына бұрышынан да 20, мына қараңыздар. Міне мына бұрышынан да 20. Және 20. Мына қалғаны кем болса, о жақ кем бола берсін, ол бұрыш жағы. Міне енді осыны барлығын сіздерге анық көрініп тұр ма? Мынаны мен екі жағынан да 20-20-дан және мына бұрышынан бастап былай қарай да 20, былай қарай да 20 белгі қойып, соның бәрін мінекей қосып шықтым. Енді соның нәтижесінде мынандай әдемі квадраттар шықты мінекей. Енді осыны өткендегі төсек жапқыштың беті ұқсатып тігеміз. Ол естеріңізде болса, төсек жапқыштың бетін біз үлкен болғаннан 30 сантиметрден алғанбыз. Енді бұл жол жастық кішкентай болғаннан 20 сантиметрден алып тұрмыз. Енді осыны қазір тігіп көрсетейін. Осыны сіздерге қазір тігіп көрсетейін. Тура өткендегі не сияқты, төсек жапқыш сияқты бұл да. Мына бұрыштың бір бұрышынан бастап, мына түсірген сызығымыздың бір бұрышынан бастап, бұл енді жастық кішкентай болғаннан кейін 2 мм-ден аласыздар бұны. Тігісін 2 мм-ден аласыздар. Тігісін 2 мм-ден аласыздар. Соны ұмытып кетпеңіздер. Міне тура осылай тігістің үстін ұстап отырып 2 мм жіберіп отыруға болады. Асықпаймыз. Асыққан тірлік дұрыс емес. Жаймен тіге бастаймыз. Және мынау лапқының жәнінен есептеп, өздеріңіз 2 мм есептеп жіберіп отырсаңыздар болады. Міне бір қатарын түсірдік. Енді осыған параллель екінші қатарын түсіреміз. Өткенде де көрдіңіздер ғой, төсек жапқышта. Тура сондай, бірақ бұл өте жеңіл тігіледі. Кішкентай болғаннан кейін, анау үлкен еді ғой. 215 сантиметр тұғын оның үлкендігі квадраттың. А мынау 52-де 72, бұл кішкентай ғана. Бұл енді яғни жеңіл болады. Оны 3 мм-ден тіккен тұғымыз. Төсек жапқышты білесіздер ма? Енді міне жерде бұл кішкентай болғаннан кейін бұны 2 мм-ден жіберіп отырмын мен қазір.
Мінекей қазір мынау екі сызықты сіздерге тігіп қойдым. Мінекей енді мына бұрышынан бастағанда біз мына бұрышынан аяқтаймыз ғой. Мына екінші мына бұрыштан аяқтаймыз. Мінекей көрсетейінші сіздерге. Мына бұрышынан бастадық па, мына бұрышынан аяқтаймыз осы көлденең сызықтың бәрін, клетканың бәрін. Және мына бұрыштан бастасақ, осыны екінші рет мына бұрыштан аяқтаймыз. Сонда осы әдемі клеткаларымыз шығатын болады. Мінекей енді бұны аяға дейін тігіп сіздерге уақыттарыңызды алып отырмай ақ қояйын. Мен екіншісін тігіп қойған тұғым. Екінші жастықты мен тігіп дайындап қойдым сіздерге көрсету үшін. Тура мыналарыңызда мына ұқсап шығу керек. Міне көрдіңіздер ма? Тура осы ұқсап шығу керек. Енді осының шетіне кант саламыз. Кант дейді ғой, кант саламыз осыған. Мен оны мынандай осындай матовый велюрдан 2,5 метр етіп тігіп дайындап қойдым. Мінекей 2,5-нан қараңыздар. Енді осыны қалай саламын? Қазір сіздерге көрсетейін. Бұл матаны созбаймыз, тартпаймыз. Себебі бұл жаңағы неміздің, материалымыздың не жағынан, көлденең жағынан да кесілген болу керек осы. Сол себепті біз бұны тартпаймыз. Енді біз 3 сантиметрлік лента қиып алдым, мына ақ матовый велюрдан. Сөйттім да оның 2,5 қып тігіп, мына ұқсап бәрін тігіп 2,5 қып дайындап алдым. Міне бір данасын дайындап алдым. Бір жастыққа біреу кетеді. Енді осы канды қалай саламын? Бұрындары апаларымыз, әжелеріміз бұл канды неше түрлі салған ғой. Қазірде шеберлерде бар сол кан. Негізі көрпешеге де, жастыққа да кан жақсы жарасады ғой. Міне мынау 70 ұзындығынан, қазір жастықтың ұзындығына мен алдым. Енді мына 3 сантиметрлік лентаны екіге бүктеп аламын. Екіге бүктеп алып, осыны тура мынан шетіне қоямын. Жастықтың шетіне қоямын. Және де мына жерден 4 сантиметрдей қалдырып кетемін. 4 сантиметр. Оны қазір аяқ жағында түсіріндірейін. Не үшін қалдырғанымды. Басын закрепкамен бастаймыз. Асықпаңыздар. Мына канды да тартпай, созбай тігеміз. Себебі бұл шетінде бос тұру керек, айнала шетінде. Мінекей мына енді тартпай тігеміз. Мынандай тігістерін астынан ашып, битіп екі жаққа жіберіп отырыңыздар.
мына шетіне 1 сантиметр қалған кезде тоқтатамыз, лапканы көтереміз, ине қалады. Енді осыны мына жерден бұрыштан шығару үшін мына сәл астына қарай бұрып жіберіңіздер бұлай. Қанды бұлай бұрып жібереміз. Бұрышы қайырылған күйінше астында қалу, жәнінде қалу керек. Бұрышқа 1 сантиметр қалған кезде инені іште қалдырамыз, лапканы көтереміз. Және де мына нені бұрып аламыз. Бұрышын ішке қарай қайырып қоямыз. Канттың бұрышын ішке қарай қайырып қоямыз. Жастықтың тұсында және мына канды да ешқандай тартпаймыз.